YouTube'ға видео жүктейсің, жақсы тайтл, жақсы обложка, жақсы монтаж, контент те жақсы, бірақ бәрібір видео өлді. Қаралым жоқ, рекомендация жоқ, YouTube рекке шығармайды. Сосын көп адам алгоритм кінәлі дейді, бірақ шындық басқа. Көп жағдайда видеоны YouTube емес, сен өзің өлтіресің. Видео жүктегеннен кейін жасайтын кей әрекеттерің каналға өте қатты зиян береді. Тіпті видео жақсы болса да, оны өлтіріп тастауы мүмкін. Бүгін мен саған видео жүктегеннен кейін не істеуге болмайтынын, қандай әрекеттер рекомендацияны бұзатынын, неге көп адам паника жасап өсуді өлтіретінін, неге видео өспей қалатынын, неге YouTube психологияны тексеретінін толық түсіндіріп беремін. Және видеоның соңына қарай көп адамның байқай бермейтін, бірақ каналдың болашағын бұзатын ең үлкен қатені айтамын. Сол үшін видеоны соңына дейін қара. Егер де сен YouTube'да өсу туралы, монетизация туралы, рекомендация туралы, CTR, retention туралы шынайы ақпарат алғың келсе, қазірден каналымызға жазылып қой. Өйткені мен бұл каналда YouTube'дағы мифтерді, алгоритмдерді, қаралым өсіруді, психология және өсу стратегияларын туралы шынайы тәжірибеге негізделген ақпаратты берем. Бірінші қате, көп адам видео жүктейді, сосын бірінші көретін адам өзі болады. Яғни видеоға кіріп 10 секунд, 20 секунд просмотр жасайды өзі. Сосын жақсы шығыпты деп жауап тастайды. Бірақ проблема бар. Неге бұл қауіпті? Сен видеоны алғаш аудитория сияқты көріп отырсың. YouTube не көреді? Retention түсті, алғашқы аудитория аз қарады. Міне, проблема осы жерде. Көп адам бұны зиянсыз деп ойлайды. Бірақ алғашқы аудитория өте маңызды. YouTube не істейді? YouTube басында видеоны кішкентай аудиторияға тест жасайды. Егер CTR жақсы, retention жақсы, interaction, яғни кері байланыс жақсы болатын болса, рекомендация да күшейеді. Ал бірінші болып өзің кіріп 20 секунд қарап шығып кетсең, не болады? Сигнал бұзылады. Не істеу керек? Видео загрузка жасалып болды ма? Бірінші күні мүмкіндігінше ашпа. Сен өйткені итак оны монтаж жасап атқан кезде көрдің ол видеоны. Тағы несіне қарайсың оны YouTube'дан? Егер видео ашылып тұрма деп тексергің келсе, аш та бірден жауып кет. Екінші үлкен қате, бұл өте қауіпті қате. Көп адам видеоны қатысы жоқ адамдарға, аудиторияларға жібереді. Мысалға, анасына, әкесіне, достарына, туыстарына, бәріне сілтеме тастайды. Неге бұл проблема? Өйткені YouTube аудиторияның профилін жасайды. Яғни сенің аудиторияның кім екенін түсінуге тырысады. Ал сен кез келген, яғни рандом адамдарға жіберсең, алгоритм шатасады. Мысалға, сенің нишаң ойын нишасы болсын. Бірақ видеоны адамдар қарамайтын. Мысалы, қарамайтын адамдарға жіберсең, басқа аудиторияға, қызықпайтын адамдарға ашып кіріп көрсе не болады? Яғни ашады, мақұл, сен таныстарың, туысқандарың 5 секунд максимум, 10 секунд қарайта шығып кетеді. Не болады? Retention түседі. Рекомендация әлсірейді. 2026 жылғы YouTube қазір ең маңызды нәрсе қаралым саны емес, дұрыс аудитория. Яғни YouTube бұл видео кімге қызық, соны іздейді. Үшінші үлкен қате, бұл қатені бәрі жасайды. Бір видеоны жүктеп болды, 1 сағат өтті, просмотр аз. Сосын паника басталады. Көп адам не істейді? Тайтлды ауыстырайын ба, обложка жаман болып қалды ма, интроны өзгерту керек пе, контент проблема ма деп паника бастайды. Бірақ ортасында әлі дата жоқ. Ең маңызды нәрсе, YouTube кейде аудиторияны әлі де іздеп жүреді. Сондықтан алғашқы сағаттағы нәтиже әрқашан шын нәтиже емес. Бұл өте маңызды. Мысалы сен бір теннис қарамайсың. YouTube саған теннистің видеосын ұсынды. Сен баспайсың. Бұл видео жаман деген нәрсе емес. Аудиторияны таппай жатыр деген сөз. Яғни mismatch, яғни сәйкес келмейтін аудитория. Сабыр. Көп адам дәл осы жерде ұтылады. Сабыр жоқ. 3 сағат өтті ме? Паника. 1 күн өтті ме? Паника. Қашан өзгеріс жасауға болады? Мысалы, 48 сағат өтті, соңғы 10-12 сағатта қаралым жоқ. CTR өте төмен. Онда обложка, немесе тайтл, немесе хук өзгертуге болады. Бірақ ерте емес. Ең үлкен проблема ерте шешім қабылдау. Көп адам обложка нашар деп ойлайды. Бірақ YouTube аудиторияны әлі таппаған болуы мүмкін. Тағы бір өте қауіпті қате видеоны өшіру. Бұл менің ең жек көретін қателерімнің бірі. Қашан өшіруге болады? Егер ренжіген болсаң, өзің видеоңа ренжитін болсаң, егер видеода проблема болса, біреуді ренжіткен болсаң, сол видео арқылы өшіруге болады. Бірақ қаралым аз болғаны үшін видеоны өшіруге болмайды. Неге? Өйткені YouTube'да барлық видео бірден вирал, яғни вирусный видео болмайды. Бұл қалыпты жағдай. 100 видеода біреуі эксплод, яғни жарат біреуі орташа қаралым алады, біреуі аз қаралады. Бұл платформаның логикасы. Канал деген кітапхана, яғни кітапхана library сияқты ойла каналыңды. Кей видео вирусный емес, бірақ
каналдың экосистемасы үшін бұл маңызды нәрсе. Біреу каналыңа кіргенде сол видеоны оны ұстап қалуы мүмкін. Мысалы, Studio Refresh Addiction. Қазір ең қауіпті психологиялық трап туралы айтайын. Studio Refresh. Не болады? Көп адам творческий студияға кіреді да обновить ете береді. Жасай береді бұл нәрсе. CTR қарайды, подписчик қарайды, аналитиканы қарайды. Бірақ контент жасауды ұмытады. Кішкентай каналдың проблемасы, кішкентай каналда дата әрине тұрақсыз, өте тұрақсыз болады. Статистикада, аналитикада өте тұрақсыз даталарды көресіз. Бір қаралым метриканы қатты өзгерте алады. Сол үшін бір сағаттық аналитикаға сенуге болмайды. Неге бұл қауіпті? Сен қорқып кетесің. Келесі видеоны қорқынышпен, сенімсіздікпен жасайсың. Аналитикаға қалай қарау керек? Аналитиканы қара, аналитикаға бірақ тәуелді болма. Міне, айырмашылық осы. Ең үлкен қателердің бірі fake engagement. Яғни, өтірік подписчик сатып алу, өтірік қаралым сатып алу, лайк сатып алу. Бұл нәрсені жасамаңыздар. Неге бұл жұмыс істемейді? YouTube жалған аудиторияны сезеді. Ал жалған аудитория retention бермейді сізге, ұзақ уақыт watch time бермейді, және шынайылықты бермейді. Тағы бір бағаланбайтын бір қате, бір уақытта барлық платформаға жүгіріп кету. YouTube бастамай жатып, TikTok, Instagram, Threads, тағы да басқа. Бәрін бастап кету. Бұл бағаланбайтын бір қателік. Неге фокус маңызды? YouTube ұзақ контенттерге, ұзын контенттерге ең қиын платформа. Бірақ ең күшті платформа. YouTube'ты түсінсең, басқасы оңайырақ болады. Comment section, яғни көп адам comment section'ды дұрыс қолданбайды. Яғни комментарияларды бақыламайды. Яғни сізге жазылған комментарияның барлығына жауап беру керексіз. Hate комменттер, яғни сізді жамандайтын комменттер, сізді критика жасайды, видеоңызды мазақ етеді, жаман комментария жазады. Бұл қалыпты жағдай. Не істеу керек? Хейт комменттен файт жасама. Яғни жаман комментарий жазды екен деп онымен қырылып кетпе ол жерде. Ал шынайы сізді сыни түрде жазатын болса, оны тыңдауыңыз керек. Интеракшн күшті. Видео ішінде сұрақ қойыңыз. Discussion, яғни талқылама тақырыптарын ашыңыз. Комментарий жазуға шақырыңыз. Бұл engagement-ті көтереді. Ең маңызды психология, көп адам бір видеоға тым көп мән береді. Бұл үлкен қате. Бір видео ештеңені шешпейді. Бір видео каналды құртпайды. Өміріңді өзгертпейді. YouTube ондай қайталана беретін, яғни жалғасы бар ойын YouTube. Кейде ең сенімді видеоңыз өтпейді. Бұл өте қызық. Сен мына видео точно жарады деп ойлайсың, 100 қаралым алады. Ал кейде бұдан ештеңе шықпайды деген видео вирусный болады. Менде де дәл сондай болып жатыр. Енді сол үшін YouTube'та алдын ала predict жасау өте қиын. Яғни алдын ала оны ойлау, алдын ала білу ол қиын. Ең маңызды сөйлем, көп канал жаман контенттен емес, equipment жоқтан емес, сабырсыздықтан өледі. Яғни жаңа equipment дегеніміз құрылғылар. Мысалға жарық, камера, басқа нәрселер тағы да. Сондайдың жоқтығынан емес, жаман контенттен емес, сабырсыздықтан өледі. Қорытындылайық, егер сен паника жасамасаң, видеоны ерте өшірмесең, аналитикаға тәуелді болмасаң, қате аудиторияларға бөліспесең, видеоңда жаңа линктерін жіберіп, сілтемелерін жіберіп, сен әлде қашан көп каналдан алдасың. YouTube'та өсу бұл марафон. Сабыр керек, тұрақтылық керек. Егер видео пайдалы болса, лайк басамыз. Комментарийға сен осы қателердің қайсысын жасадың. Соны міндетті түрде жаз, бірге талқылайық. Сосын алдағы уақытта осы каналымда бір тікелей эфир жасасам ба деп отырмын. Яғни сіздердің сұрақ жауаптарыңызды тікелей экранда көрсетіп отыру арқылы жауап берсем деп отырмын. Көбіңізді білем, сұрақтарыңыз өте көп. Сондықтан бір тікелей эфир уақытын комментарияға жазып кетіңіздер, қай уақыттарда бос боласыздар, сол уақытқа жоспарлап бір тікелей эфир өткізейік. Және міндетті түрде каналға жазылып қойыңыз. Өйткені келесі видеоларда бұдан да қызықты, бұдан да нақты ақпараттар келетін болады. Оны өткізіп алма. Мәке Дев, Мәке Блог, осы менің екі каналым, жазылып қоямыз екеуіне де. Мәке Блог YouTube'та дамудың жолын көрсететін арна.